Сәлем баршаңызға, менің есімім Асел. Бүгін дрожжсыз 10 минутта дайын болатын пицца дайындаймыз. Өте оңай, дәмді әрі жұмсақ. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Келесі видеода бірінші болып сіздерге көрініп тұру үшін. Ең алдымен табағымызға бір жұмыртқаны салып аламыз. Оның үстіне бір шай қасық тұз, бір шай қасық шекерімізді салатын боламыз. Жақсылап араластырып, 1,5 ас қасық сұйық майымызды құятын боламыз. Араластырып, бір стакан жылы суымызды құямыз. Енді ұн салып, қасықпен араластырып алып, 2 немесе 2,5 стакан ұн салып, араластырып ұн илейтін боламыз. Бір қасық разрыхителіміз саламыз толтырмай. Қасықпен араластырып, кейін қолмен қамыр илейміз. Қамырымызды бір 10 минутқа тындырып қойып қоямыз. Бұдан 2 пицца шығады бұл қамырдан. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Менің балаларым тек қана колбаса жақсы көргендіктен мен колбасамен сыр қостым. Сіздер помидор немесе тауық етін қоссаңыздар да болады. 2 пиццама да осылай сырмен, колбасамен ғана жасадым. Сырымызды өткізіп алып, колбасаларымызды турап дайындап аламыз. Одан кейін қамырымызды 2-ге бөліп жайып аламыз. Жұқалап жайып табамызға салатын боламыз. Қорықпай ұн себе беріңіздер. Жайып болғаннан кейін шетіне бортик жасайтын боламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бортик жасап шығасыздар да, табамызға еш нәрсе жақпай сала бересіздер. Қамырымызды теріс қаратып салатын боламыз. Ешқандай май жақпадым, пергамент төсемедім. Пісіп шыққаннан кейін ол жабысып қалмайды. Одан кейін кетчуп жағып алдым. Кетчуп жақсаңыздар да болады, немесе өзінің арнайы соусын жасасаңыздар да болады. Мен алдағы видеомда осы пиццаның арнайы өзінің кетчупы бар. Сол жерден қарасаңыздар болады. Енді барлық колбасаларымызды тізіп шығып, бетіне сырымызды төсеп, 180-200 градуста 10 минутта пісіріп аласыздар. Біздің осылай пиццамыз осылай дайындалады. Тез әрі дәмді, жұмсақ болып шығады. Бір жегенде қайта-қайта жей бергілеріңіз келеді. Менің балаларымның өте сүйіп жейтін асының бірі. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.